именно исламның рухани нәрсесін мойындамайды да, бірақ психологияны мойындайды, немесе психосоматиканы мойындайды деген сияқты. Аллаға дұрыс байланбасаң, онда ол қиын да. Ақиданы оқып отырып адасып кетесің да. Сізге мысалы дем салуға келіп жүр да, психологтар да мысалы өздері. Не үшін олар дем салуға келіп отыр? Вот түсінбеймін. Рамазан айында жаңағы намаздың порталдары бар емес пе? Соны 24 сағат ашып тастайды да. Дем салам деп. Анау жазылып кеткен, бұл ауырып қалған. Иә. Молда ауырып қалып тұр да. Неге? Өйткені несі жоқ та, жаңағы ижазасы жоқ та. Рухани әлем ойнайтын нәрсеміз. Сондықтан атақты психологтар ең соңында асыл өлген. Иә. Иә. Менен қарап сен жақсы білесің. Дейл Карнеги деген. Иә. Психологтың атасы дейді. Өйткені портал ашып берген да. Ол жақтың өзінің заңдылығы бар да. Ассалаумағалейкум ұстаз. Қош келдіңіз. Бұл подкастты сіздердің оқырмандарыңыз өзі сұрады бізге. Бірнеше ай болды сіздерді шықпай кеттіңіздер подкастқа. Шықсаңыздар, сіздердің рухани әңгімелеріңіздің тыңдағымыз келеді деген өздерінің ұсыныстары болды. Сондықтан сізді қайтадан қонаққа шақырдық. Былай айтқанда сіздің халқыңыз сұрады ол подкастты. Қонақ келмеймін, қонақтар келетін еді. Иә. Бұл жолы қонақ ол қайтадан өзіңіз. Өзің қонақ боласың. Кейбір оқырман айтады, қонаққа қарағанда сіздің әңгімеңіз қызық дейді. Өзіңіз сөйлеңізші дейді. Бізге сіздің әңгімеңіз қызық дейді. Қонақтар енді кәсіпкерлер келеді, олар әбден ақша туралы әңгімеге тойған сияқты да. Өзім жеке ойым, ақша туралы әңгімеге, маркетинг деген көбейіп кетті ғой. Оларға қазір енді рухани ашып болып тұр да. Именно сіздің рухани әңгімелеріңіз саған сондықтан қайттан түсіресіз бе деген өздерінің ұсыныстар болды. Сондықтан осы подкастты ұйғардық. Өзіміз ашып жүрміз қалай болды. Бірақ енді қазақ аузындағысын жырып берген халық қой иншалла. И алда Рамазан айы келе жатыр. Рухани айлар. Рухани айлар. Қазір Шағбан айы деген сияқты. Бәрі рухани айларда. Жалпы бізге рухани даму не үшін керек деймін да? Мысалы ақша тапсақ, жаңа отбасымызды асырап жүрсек, бәрі проблема шешілетін сияқты да, былай қарасаң. И рухани даму артық сияқты ма, керек емес сияқты ма осы заманда, солай көрінеді да. Жалпы бұл ой не деп жауап бересіз осындай ойға, сұраққа? Оны енді сөзің аз бисмилля Аллахумма салли аля саййидина Мұхаммад. Ол былай да жауап бере болады енді. Кейде адамдар болады да, өмірде көресің да, өмірде. Бұлай енді қарын тоқта, бірақ өзі жоқ та. Соны көрдік. Жаңа жолда келеді да, соны көрдік та. Соған таң қалдым да. Бұған енді арабише жауап беруге болады да, енді араби айтады. Бұлай әдебиелеп айтсын, сен құстарды білесің ба дейді. Аңдарды танисың ба. Сол құс екеш құстар дейді да, өмірде жүрген уақытта бір құс деп ойлайсың дейді да. Бірақ ол өзінің тәні бүгін тілмен айналған бір аппарат сияқты болады дейді да, бір мысалға ол құстың өзінің тәні дейді да, оған бір аппарат сияқты дейді кәдімгідей бір жаңағыдай бір индрайвер болып жүреді дейді да, қалады мысалы орманда болсын. Бірақ соның ішінде өзі ол басқаша өмір сүреді дейді. Яғни оның бұл өмірде сенің көрген көгершінің былай қарағанда робот сияқты, механикалық робот сияқты өмір сүріп тұрған бір көгершін дейді. Бірақ оның рухы бұл жақта өмір сүрмейді дейді. Бұл рухани әлемде өмір сүреді дейді. Маған сол құстар ше бейшара сияқты көрінеді. Үй жоқ, күй жоқ, мусордан тамақ жейді. Сондай наоборот бақытсыз көрінеді да. Үй жоқ, күй жоқ болып олар көріне береді. Мысалы пайғамбарымызда олар аш кетеді, таңертең кешке тоқ келеді дейді. Ал сен үйің жоқ, күш жоқ болса, жұмысың жоқ болса, аш кетіп кешке тоқ келе аласың мысалы. Бірақ олар солай да. Неге? Өйткені олар неге дегенде олар жалпы Аллаға байланғандар да. Мысалы сен ақиданы оқыдың дұрыс па? Аллаға байландың ба? Ақидаға байландың ба да? Менше ақидаға көп байланған сияқтысың да мысалға да. Тек дәлелмен де сөйлейтін да. Тек дәлелмен сөйлейсің да. Бірақ шын расымен де Алламен сөйлемейсің да, дәлелмен сөйлейсің да. Иә, сол ақиданы оқыған сайын мен байқадым да, кішкене қаталдау боламын ба? Ақиданы оқыған сайын Алладан ұзақтай бересің да. Басқалар адасқан өзім тура жолда сияқтымын. Иә, сондай болады. Өйткені оның ақиданың өзінің руханияты болмаса, яғни ихсанияты болмаса, ихсаниятымен қосып оқымасаң, оның өзі сенің жалаң ақыл болып кетеді да. Сөйтіп тек материальный ойлайтын боласың да, материал түрде ойлайтын боласың. Сондықтан ақиқат сол енді оның.
Біреулер бар, ақидаға оқып, ақидаға байланады. Біреулер ақиданы оқып, Аллаға байланады. Ал құстар, олар әу бастан Аллаға байланғандар да, мысалға. Сондықтан олар бұл өмірде өмір сүріп жүрген уақытта олар әрқашан бақытты болады. Құста. Ол қыста жаурап тұрса да бақытты. Сен оны ұстап алып қыссаң да бақытты. Ол кез келген нәрсеге бақытты болады. Сіз айтқан едіңіз ғой, есіме түсті. Мысалы құс жаурап тұр деп айттыңыз ғой. Сен мысалы Димаштың Құдайбергеннің концертіне бардың дедіңіз да. Жаңбыр құйып жауып жатыр. Сен әнге билеп тұрсың. Сен жаңбырды сезесің ба дедіңіз, жаурап тұрғаныңызды. Сол мысалы қатты өтіп кетті да маған. Соны кішкене толық айтып бересіз ба оқырмандарға? Енді оны айтайын деген мынау ғой, мысалға бір жақсы көрген жастар деп айтты, жастар ретінде айтады ғой, мысалға Димашқа бар, тағы сол сияқты бір медеуге ұйымдастырды, барды, дұрыс па, жауын ұрып тұр, қар жауып тұр мысалға да. Сонда соны көруге барғандар барып, сен жаурап тұрсың ғой десең, ол жаурағанын білмейді. Жаурап тұр негізі, бірақ жаурағанын сезбейді. Неге? Өйткені оның бүкіл тәні жаурағанмен, оның рухы барып жаңағыдай Димаштың баяғы қазақтың әндерін біздің жаңағы соны жаңа бір үрдіспен тыңдағанды жақсы көріп барып тұр да, мысалға да. Енді ол сол уақытта сен оған сұрасаң, сен жаурап не жүрсің десең, ол саған жауап та бермейді. Саған бұрылып та қарамайды. Өйткені бүкіл несінің бәрі, назардың бәрі әлі әншіге қарай ауып кеткен да. Ол Димаш бола ма, ол енді UFC әртүрлі бола ма, әркім өзінің жақсы көрген несі да. Енді сол сияқты да құстарды алып қарасақ, мысалы құстардың өзін Алла тағаланың ода асмай хұснасының көрінісі бар да, бірнеше Алла тағаланың есімдерінің бірнеше есімдерінің көрінісі бар да құстарда. Құстарды Алла тағала жаратты да. Солай ма? Бірақ қалай жаратты? Былай қарағанда енді жоқ еді, бар қылды. Былай қарағанда құстарды жоқ әлемнен таңдап, былай қарағанда сол құсты жаратты да. Яғни сол құсты Алла тағала таңдап жаратты да. Солай ма? Сол таңдаулы болды да ол. Мысалға сені президент таңдап, осы Алматының ішінен жастардың арасында таңдап, өзіне апарып жұмысқа қойса, мысалға да, бір жұмыстар қойса. Көп компьютермен жұмыстарды берсе, жаңағы документ толтырады деп. Сен сонда таңдаулысың ба? Таңдаусызсың ба? Таңдаулы болма. Таңдаулысың. Таңдап, сені соншама жастардың арасынан таңдап алған үшін сен бақытты болсың ба, болмайсың ба? Енді сол сияқты да ол құстар да жаратылыстың ішінде жоқтық әлемінен бұның таңдаған үшін ол Алланың таңдаулысы болды. Және ол рухани әлем деді ғой, сол рухани әлемнің сол көзімен о жақтың өлшемі бөлек Алла тағаланың есімдерінің айнасын көрді да. Бірақ ол жаңағы сен Димашты көрген сияқты ол Алла тағаланың есімдерінің айнасын сол көру арқылы Алла тағаланың есімдерін тамашалау үстінде да. Ол енді салыстыру келмейтін нәрсе да, былай қарағанда да. Ол солай өзін бақыт болып тұрған торғай, ол қыстың оны жаурай ма мысалы? Жаурамайды да. Өйткені оған Алла тағала деген Алланың махаббатынан, мейірімнен, өзінің Алла деген махаббатынан сонымен ол жылынады да. Оған ерекше бір жылу бар да. Былай қарағанда тәні жаурап тұрған болуы мүмкін. Тәні жаурап тұрса бір көлігің жаурап тұрған сияқты нәрсе ғана болады да. Бірақ өзі негізін жаурамайды да. Ол тек солай былай қарағанда бір жағынан образды сияқты бір ойнайды, солай көрінеді да, жаурап тұрған болып. Негізінде олар оны да көп сезіне білмейді да. Мысалы мәшинең қар басып қалады, соның ішінде отыра бересің. Сезесің, сезбейсің да. Сол сияқты олар да сезіне алмайды. Оның сезінетін нәрселері басқа нәрсе да. Екіншісі оны жаурап тұр дейсің. Ол сол жаурап тұрғанның өзінде, жаңағыдай жылы жаққа ұшпай қалған құстардың өзінің сол жаурағанның өзі арқылы ол ода бір Алла тағала асмай хұснасының белгілі бір көріністерін байқайды, сол арқылы байқайды. Сол жаурау арқылы байқайды. Сондықтан оған керек нәрсе де олар. Ал ол бізге берсе, біздің көптеген адамдар біз оны көтере алмай, өмірдің тауқыметін көтере алмадым деп сөйтіп шығамыз, мысалға да. Жалғыз қалдым, мен ешкім түсінбеді, стресс, жүйке тозды, анау дейміз да. Сондай нәрселер келсе. Бірақ өмірде ондай нәрселер келсе, ол Алла тағала оны бізге берсе, ол Алла тағала өзінің мейірімінен береді. Құстар одан ләззат алып жүр. Құстар одан ләззат алады. Ал сен мысалы саған мысалы жаңа президентке жұмысқа тұрдың да, президент саған көп жұмыстар берсе, президент мені қинап қойды дейсің бе? Жоқ әлде президент мені сыйлағаннан, сенгеннен.
мықты бір істей алады, осы елге көмектесе алады дегеннен берді деп. Солай деген сен қайта керісінше одан сайын құлшынысың артады да. Жаңағы кері қарай кете ме? Оның үшін әрине айлығың да көбейеді деген сияқты мысалға Иә, мотивациясы. соған сай еңбегіңді Енді сол сияқты ол құстардың солай. Сондықтан Ибн Араби айтады да, сенің сонша тақуалық дәрежеге жетіп, мысалға Рамазан айында бұл қадір түнін күтіп, кейбір нәрсетінде жаңағы бір сезіп қалған нәрселер, жаңағы мутмайындегі әулиелікке жететін нәрселерінде сол жаурап тұрған құс, сол жаурап тұрған күйінде ол жаратылысында ол әу баста жаратылғаннан сол деңгейде болады олар дейді. Осы рухани даму керек емес сияқты деген адамдардың көбісі тренингке барған соң психологқа барады да. Психолог деген ол психа деген душа деген сөз да, жан да. Логос деген жаңа ғылым, жанды іздейтін. Ол да рухани ғой, рух қой, жан деген ше тоже. Өздері андай рухани нәрсені, именно исламның рухани нәрсесін мойындамайды да, бірақ психологияны мойындайды. Немесе психосоматиканы мойындайды деген сияқты. Бәрібір де рух сояқтан іздейді сияқты да. Жалпы сіз осы психологқа барып руханиятты үйрене аламыз ба? Негізі ол әлде бұл исламның тұрғысында керек па? Психологтарға барып бұларды бір нәрсені үйренуге болады, олардың үйренетін нәрселер ол рухани әлем емес та. Өйткені психологтардың негізгі психологтары ол рухани әлемге сене бермейді да. Ал бірақ олардың ішіндегі бүгінгі таңда кейбір психологтары мысалға әлемдегі, олар рухани әлемге сенеді, бірақ рухани әлемге сенгенде де олардың яғни бір тура жолда болмағаннан кейін, рухани әлемнің есігі ашылғаннан кейін, ол аватарский есіктер ашылғаннан кейін жаңағыдай бұл жақтың жын сайтандарымен байланыста болады да. Солармен байланыста болады, солармен жұмыс жасайды, халықты жинаған уақытта соларға жинап береді, мысалға сондай да. Сөйтіп ол рухани, бәрі олар руханиятқа сене алмайды да. Ол сенудің несі бөлек та, әлемі бөлек та олардың түсінік. Ол үшін бір баста айтқандай ақида, сенімің, Аллаға деген сенімің дұрыс болу керек та. Аллаға дұрыс байлану керек та. Аллаға дұрыс байланбасаң, онда ол қиын да. Ақиданы оқып отырып адасып кетесің да. Мен оларда Құдайға сенбейтін тақуалар деймін да. Былай қарасаң, қажылыққа да барғанда, намазды оқиды, зікірін көп айтады, бірақ Аллаға сенбейді. Қой деген сияқты. Ондай қатты не емес. Ондай слишком там ондай емес шығар деп сөйтіп. Енді не түсті ғой? Құдайдан сұраған екен, дұғасы қабыл болып ақша түскен екен. Енді тағы да сұраса тағы береді деймін ғой. Қой, қайта бермей бүйтер дейді да. Осын мүмкіндік берме, осын пайдаланып қалу керек. Өйткені ол Құдайды өз сияқты санайды. Өзі қандай, Құдай да сондай дейді. Мен біреуге беремін дейді ақшаны. Бірақ екінші сұраса бермеймін оған дейді. Құдай сол сияқты дейді. Yani Құдайды өз сияқты ойлайды. Егер ол мысалы басқа бір бұрыс дінде сондай да болса, ол кезде ол Құдайдың ол уақытта несін шығарады да, формасын шығарады. Адам сияқты суреттейді, басқа сияқты сондай суреттеп қояды. И осы сөзіңіз аузыңызда сіз тура осы мәселеде Алла тағаланың мейірімді екенін пропаганда жасайсыз, ал айтқанда мейірімді екенін. Басқа кісілер жаңағыдай харам, халал, дұрыс емес, макрух деп жаба салғанмен сіз үнемі мейірімді деп айтасыз. Ал кейбір моменттер бар, Алла тағаланың мейірімді екенін айта берсе, біз еркелік өтпейміз ба, намазымызды оқымай қоймаймыз ба, мейірімді ғой кешіреді ғой деген сияқты. Осы нәрсе қалай болады сіз? Енді Алла тағаланың мейірімді болуы басқа нәрсе, еркелік басқа нәрсе да. Еркелік деген не ол? Сенің сол Алла тағаланың беріліп қойылып қойған шариғатының өлшемінің ішінде жүру, содан шықпай жүру, сол еркелікті. Намазыңды уақытында оқысаң, басқа қылсаң, ол сол еркелік. Соны ойлап, солай ойлау керек та. Өйткені осыншалықты жеңіл нәрсені Алла тағала бізге беріп қойғанда. Мысалы, қай құлшылық саған зиян тигізіп отыр, мысалы, пайдасын тигізбесе зиян тимейді. Мысалы, бір намаздың өзі адамның бүкіл ағзаларына пайдалы да, мысалы, бір оразаның өзі оны ешқандай жаңағы диетологтар ондай нәрсені саған жасап бере алмайды да. Ал енді сен тым еркелік болып намазын тастап кету анандай дейтін болса, ол одан келмейді ол. Ол адасқандықтан келеді да. Ол Құдайды танымағандықтан келеді да.
мысалға салыстыру жағын болсын, әкеңді танисың мысалға, солай ғой, атаңды танисың, әжеңді танисың. Иә, оның бір о да пенде, сен де пенде ретінде оған бір еркелігің болады, бірақ оны айтқанын істемей кетіп қалмайсың ғой ешуақытта. Yani әкеңнің алдында былай еркелеп сияқты көрінгенмен, бірақ әкеңнен әрқашанда аяғыңды тартып тұрасың ғой. Ол қайдан келеді ол? Ол әкеңе деген құрметтен, әкеңе деген сүйіспеншіліктен келеді. Неғұрлым сүйіспеншілік болған сайын әкеңе, анаңа оның жаңағындай ренжітіп алмайын деген сияқты ма? Қатты. Соны ренжітіп алмайын деген нәрсемен боласың да. Мен жаңа бір ұстазым айтқан сөз бар, жаңа әкемнің көлеңкесінде басқан емеспін дейді. Өмірімде көлеңкесінде басқан емеспін. Тіпті артық сөйлеген емеспін дейді. Сөйлеген сөздердің өзін оған не деп сөйлегенін мен осы уақытқа айтып бере аламын дейді. Сіз жаңа сондықтан ол тіпті ол жаққа қарай аяғымды да созбаймын дейді. Әке шешем тұрған жатқа дейді. Міне осындай құрмет, әкеге деген, анаға деген осындай құрмет, ол ешқандай да адамды шектен шығармайды ол. Керісінше ылғи да адам не болады да. Оны арабшада негізінде Аллаға деген нені ол уақар деп айтады да. Құранда аят бар: «Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама» дейді. Иннама яхшаллаха, Алладан шынайы құлдар, қорқатын құлдар, олар ғұламалар дейді. Сонда ішінде бір шаз қырағат бар да. Шаз қырағат несі маман емес мен, бірақ шаз қырағатта «Иннама яхшаллаху мин ибадихил улама» деп айтады да. Яғни оны тікелей аударатын болсаң, құлдарының арасынан Алла Тағала ғұламалардан қорқады деп аударылады да мысалға да. Бірақ ол шағыз қырағатында ол маған ол емес та. Бұл жерде ғұламаларға, құлдардың арасынан ғұламаларына Алла Тағала уақар жасайды дейді. Яғни оған деген бір уақар деген арабша сөйлес ғой мен қарағанда. Оларға бір құрмет көрсетеді дейді. Алла Тағала оларға бір құрмет көрсетеді дейді. Сол сияқты да ол әке шешеңді, ата анаңды сыйлағанмен, о да бәрібір сенің сыйлағаныңда сол сияқты сенде де оған деген бір уақар бар да. Соны құрметтеу бар да. Сол құрметтеу сені әрқашанда тепе-теңдікке алып барады да. Ал еркелік ол жаңағындай шектен тыс ол еркелік жаңағындай. Ол бассыздық та, жаңағындай бір еркелік отқан ол бассыздық. Ол әке шешесін тыңдамайды жаңағындай. Мен Алланы жақсы көремін, бірақ намаз оқымаймын. Мен Алланы жақсы көрсем болды емес пе? Оразасын ұстамаймын деп. Оны мысалы мен әке шешемді жақсы көремін, бірақ еш уақытта әке шешем айтқанын істемеймін дейді. Главное қашық болсам болды. Мен сыйлаймын оны дейді. Сыйлаймын мен. Құрметтеймін, қатты құрметтеймін. Сыйлаймын, құрметтеймін ата анамды, бірақ еш уақытта оларды жаңағындай айтқанын істеген емес. Қарттар үйіне алып тастай саламын. Қарттар үйінде деген сияқты мысалы да. Сондықтан сыйлаған адам әрқашанда ол аяғын ылғи да тартып жүреді. Жаңа сіз жалпы рухани нәрсені білу наоборот бізді ғибадатқа, құлшылыққа қатты мотивировать етеді, андай қуаттандырады да наоборот. Сіз бір айтып қалдыңыз ғой, намаздың дәл өзінің уақытында оқудың рухани бір нелерін айтып қалдыңыз. Соны айтып беріңізші қайттан бізге. Жаңа сол руханият бір құс емес, құстың өзі руханиятына терең бойлаған үшін ол мына жақта мәселенің бәріне көп мән бермей, және бұл мәселенің өзін сен минус көріп тұрғанда, олар тауқымет көріп тұрғанда, олар бақыт көреді. Сонда сен руханиятың өмірде басым болса, бұл өмірдегі қателескен тауқымет көрген нәрселердің өзінен сен хайыр нәрселерді көресің да. Ол Құранда аят бар да, сендердің хайырсыз деп отқанның көптеген нәрселері бар жаңағындай. Ол бірақ хайырлы дейді. Мысалы, бір адам соқыршек болды, қарын жарды, былай қарасаң, хайырсыз болып тұр да, врач, дәрігер да. Бірақ негізінде ол хайырлы ғой. Сол сияқты өмірде көптеген тауқымет болып көрінген нәрселер бар, бірақ негізінде ол тауқымет емес та. Ол бір жазда далада жаңағындай кеппен шауып, күннің астында егін еккен сияқты мысалы да. Оның көктемде, күзде оның қызығын көріп, қаншама мол дүниеге шаш етектен кенелесін мысалға да. Сол сияқты енді ол құстар солай өздерін солай жинаса, бізде солай жинауымыз керек та. Яғни сен дүниең қанша байлық болғанмен, материалдық жағынан қанша тоқ болғанмен, енді рухани аш болсаң,
ол сені ұзаққа апармайды. Оның соңы кейде ісін асырға сабады да, өлімге алып барады, басқа барады мысалы да. Өмірде мынау Европада көпірлер бар дейді, жаңағы өлім көпірісі бар. Сода ылғи да байлар бар өледі дейді. Өйткені материальный тым тоқ болғаннан кейін, рух аш болғаннан кейін, сонда ең сонда рух ол сол материалдан, тәннен, қапастан құтылу үшін өзінің өлімге тастайды дейді. Сондықтан мысалы бір намаздың өзін алып қараттық. Бір кезінде біздің бабалар ауылда, сол Түркістанда қарасаң, сол мен Арыстан баб жақтамын ғой, сол жақта ауылда аталар ауылдың намаз кірді, дәл уақытында оқиды онда. 20 минут, жарты сағат кешіксең, болды, уақыт шығып кетті ойлады онда. Білмедім, уақыт шыққан жоқ қой. Кейін қарасам, уақыт шықпаған да. Содан бұлар не уақыт шықпаған деп хадистерді қарасам, жаңағы хадистерді айтады. Қазір енді дәл қай хадис есімде жоқ, бірақ есімде қалам, мысалға бесін намазы бар, ақшам намазы бар. Соның өзінің дейді порталдар болады дейді. Намаздардың порталдары болады. Сол алғашқы кірген уақытта сол аспанның порталдары ашылады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бірақ ол азғантай ғана уақыт ашылады дейді. Алғашқы намаздың кірген уақытында, мысалы түскі намаздың сол аспанда белгілі портал ашылады дейді. Яғни сол жерде бір буруждар жүріп өте ма, сондай да. Сол жаңағыдай. Буруждар енді ол сенің жаңағы жұлдызыңның жануына керекті дүние да. Және де сол намаз кірген уақытта портал ашық кезде оқысаң, 15-20 минут қараса да, сол сенің намазың бірден сол жаққа көтеріліп, періштелер көтеріп, сол неге кіріп кетеді да, сол жасаған дұғаларың бар, сол жерде жаңағыдай порталмен шығып кетіп, яғни иншалла сол қабыл болып кетуіне жақын, қабыл болып кетеді, немесе қабыл болуға жақын болып кетеді да. Ешқайсысы зая болмайды да. Керісінше, бұдан кейінгі көп намаз оқығаннан қарағанда, ана жерде ана созып қырағатын созып оқығаннан қарағанда, ана жерде қысқа қырағатпен оқығанның өзінде ол намазының берекесі өте көп болады да. Яғни сенің өзіңе де, тәніңе де, рухыңа да, және сенің әлгі кәсіп бизнесіңе де, басқанға да, былайша айтқанда, сен тілмен айтқанда дұғалар қабыл болатын уақыт деген әңгіме ғой. Сөйде айтсаңшы. Бізге сондай керек қой. Дұғалар қабыл болатын уақыт. Дұғаң қабыл болады деген әңгіме да. Дәл сол уақытта. Пайғамбарымыз хадисінде белгілі бір уақыт бар. Жұма күнінде дейді ғой әлгі. Сол уақытта сен дұға айтатын болсаң, дұғаң қабыл болады демей ме? Дұрыс па? Иә. Ол кішкентай ғана уақытта өтеді ғой. Иә. Сол уақыт порталдың ашылған уақыты ғой. Сәт дейді ғой. Бір сәт порталдың ашылған уақыты. Ол жерде өзіңе қарғыс айтсаң да қабыл болады. Алғыс айтсаң да қабыл болады. Сол сияқты да әр намаздың өзінің де сондай жаңағы аспанда ашылатын сондай порталдары бар да. Сол себеп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 5 уақыт намаз оқу, есіктің алдында бір су ағып жатса деп отырған сол ғой. Су деген не ол? Ағып жатқан нәрсе. Сені ол түссең тазартады. Сол сияқты аспаннан портал ашылады да. Мен түсінгенімде білуші бір Алла. Сол порталдар да ол аспанның бір сулары сияқты да. Мынау Көкілташтың тәпсірінде оқығам, жаңағы Ясин сүресі ме еді, қай сүреде. Сонда ол Көкілташтың жаңағы ғалымдар, әулие кісілер айтады да, мынау аспанда күнді көріп тұрсың ғой дейді да. Сол күн мен жердің арасында не бар дейді да. Тек космос бар, бостық әлем ба, жоқ бостық емес. Теңіз бар деп айтады да. Теңіз бар дейді да. Сен жаңағы неге шығасың ғой енді? Космосқа шығасың ғой. Кеңістікке шығасың ғой. Ол сен ойлағандай кеңістік емес, ол жерде үлкен теңіз бар дейді. Өзінің теңіздің балықтары бар дейді, әртүрлі балықтары бар. Сода өмір сүретін деп айтады. Сол себепті де күннің де жер бетіне күйдіріп жібермеуінде сол су арқылы өту арқылы, яғни кванттық не ғой жаңа физика ғой, квант физика арқылы өту арқылы бізге өзінің жылуын түсіреді дейді. Су арқылы өткен үшін бізге сол жылу болып келеді дейді. Ол енді қабылда менің сөзім емес, ол мәшһүр сүрелердің жаңағы оқыған Көкілташтағы әңгімелерде. Ендеше әр намаздың өзінде де сондай бір жаңа кірген уақытында ашылатын, оны бізде оп-оңай тілмен сол уақытта берекет бар деп айта салады, бұны ар жағын айтпайды да. Бірақ бір хадистерді қарадым мен, сонда сол хадистерде бар екен да жаңағыдай. Мұны арға терең зерттеген жоқ, бірақ хадистерді көрдім де, мынау Көкілташтың айтқаны мынау екен ғой деп қоя салдым да, жаңағы баяғы аталардың айтқаны. Осы ақшам намазында бізде баяғыда аталар 15 минуттың ішінде оқып тастайтын оны. Шафилер жарты сағат дейді да. Соны дейді. Неге олай деп болса, сол өзі бір 15 минут па сондай уақыт деген, ақшам уақыты. Сол бірден жауып қалады екен да. Бірақ неғұрлым қысқа болған сайын да оның порталының несі, қуаты
сен тілмен айтқанда туған қабыл болатын нәрсе әлдеқайда тезірек мықтырақ болады да жаңағы мықтырақ неден жаңағы кредитінен құтылып кетесің, банкроттығынан шығып кетесің деген әңгімеден бәрі алдан қалумен да. Сондықтан ол сол уақыттарда оқысаң, онда сол партар ол мен түсінгенім мынау да, жаңағы хадис айтқандай су ағып жатады деп отыр ғой естің алда су ағып. Мен түсінгенім бәлкім сол порталының сулары да ағып жатқан да. Сол сулары сені жуып шайып кетеді да. Қызық. Ал енді одан кейін оқысаң, ол жалып қалады. Біз енді көбінесе одан кейін оқимыз ғой, жаңағыдай одан кейін асықпай оқиық, демімізді алып оқиық дейміз ғой мысалға да. Сөйтіп бірақ ол порталдар жабылып қалады. Бірақ оны ада өтеу намазда өтеді да. Оны біз намаз өтейміз болды да. Намаз өтейміз болды. Я былайша айтқанда емтихан өтіп кетеді, содан кейін барып кешігіп келесің да, содан кейін не тапсырасың ғой жаңағыдай. Сол емтихан қазасын өтейсің бол, сол сияқты ол сол намаздың уақытын өтейсің былай айтқанда. Ада дейді. Енді ода күнә болмайды. Бірақ уақытында өтепті деген сол әйтеуір ақыретте сол өтепті деген атқа ие боласың да. Бірақ одан сен бір пәлендей бір тазарып, аппақ болып өйтіп кетпейсің да. Бірақ намазында өтеп әйтеуір 5 уақыт намазын өтеп жүрген адам. Қаза болмас үшін. Қаза қылмай жүріп қойды енді. Құдайға шүкір енді. Оған да шүкір енді. Қаза қылып жүргендер де бар ғой енді. Одан қарағанда біз енді дұрыспыз деп жаңағыдай. Екінші намаз кіретінге жақын сол уақытта оқып әйтеуір жан сақтаймыз да. Сол осындай бір рухани әңгімелер айтасыз ғой, мысалы осындай жаңағы теңіз дейсіз былай дейсіз. Бізге ана енді кішкене фантастика болып естіледі да. Осындай ақпарат, енді сіз ғалымсыз, ғұламалар кеңесінің мүшесісіз, муфтияттың адамысыз. Сіздің муфтиятта бірге жұмыс істейтін нелеріңіз айтады да, Мұхиддин Иса ол батыл кісі деп ше. Осындай тақырыптарда қорықпай, еркін халыққа айтады дейді. Шынымен бұл фантастикалық нәрсе да. Бұрын естіп бізге құлағымызға жат ислам да, андай естіп көрмеген. Енді андай ашылып келе жатқан бізге. Мынандай нәрсе бар да, енді бір қыз күнә көрсең де жақын адамға айтасың кетпейсің ба? Кеше қыз күнә көрдім. Айтады. Мощно екен деп. Әдемі екен, керемет екен деп. Сыймай кетеді ғой. Ішіңе сыймай соны айтып бересің. Мысалы Фатих Сұлтанды көріп отырмын өзім, мысалы әлгі анау Уафа Сұлтан деген бар жаңағындай бір әулие туралы көп күнә бар да. Керемет, мысалы мен соны жұртқа айтамын. Мәулана туралы күнә бар мысалға да. Сол жақта да біз ғалымбыз, ғалым болған бір асып тасып барған ғалым жоқ енді. Бірақ ғалым адамбыз да. Ғалым деген сөз ол сен тілмен айтқанда врач деген сөз да. Біз доктормыз да. Доктормын да мысалы. Мен доктормын. Ал доктор ол сенің анализ алады, және неге түсіреді, не дейді анау, УЗИге түсіреді, рентгенге түсіреді. Соны көргенін жасырмаймын. Жасырмайды ғой. Оған көңіліне келіп қалар, айтпай қойын деймін. Айтады ғой. Сол жақта да мен де врач болғаннан кейін, дәрігер болғаннан кейін, мысалы рухани деп айтайық, мысалы ғалым болғаннан кейін мен өзімнің білетін ақиқатымды айтамын да. Жоқ, жасырып қоймын мен сенше. Қызық күнәларды жасырып қоймын. Ал енді ол күнәні сенбеуі мүмкін, мен де барып көрсей деймін да. Маған сенбесең барып күнәні көр деймін да. Бірақ ол күнәні көру кішкене қиындау болады, бірақ енді көруге болады да. Ал соны ақиқатты мен біле тұра қалай оны жасырамын. Екіншіден ертең сен ақиқатты жасырып қалдың деп айтасың ғой. Өздерің айтасыңдар, ғалымдар ақиқатты жасырмау керек деп айтасыңдар. Сонда мен не істеуім керек? Мынау бұлардың ақылына сыймай деген айтпауым керек. Мысалы бір дінсізді имандылыққа шақырсам, бір қазақ дінсіз қазақты да, оған мен бүкіл ақиқатым сенің ақидаң бар, оған теріс болып көрінеді. Сен оған айтпау керек сонда. Ол айтады, сен мынау ақымақты ғой дейді. Неге сеніп тұрсың? Біздің ата бабаларымыздың сенген нәрсесін айтсаған айтып отырмын ғой десем де, ол мені мазақ қылады. Сол үшін маған айтпау керек болған. Ол ертең ақыретте айтпадың дейді. Ол қабылдамау, ол өзінің тірлігі. Мысалы атеист болды, қабылдамайды. Мысалы Құдайды қабылдамайды. Мен Құдайды айтамын. Ол қабылдамайды. Оны қабылдататын мен емеспін ғой. Ол өзің бол деймін да. Мен бір жай сен қазақ болғаннан кейін ата бабаң мұсылман деп ақиқатын айтып отырмын. Ертең ақыретте айтпадың ғой деп айтпас үшін айтып отырмын. Қабылдау ол сенің мәселең. Алдыңа ас қойдым, екі қолыңды бос қойдым, жесең же, жемесең жеме, өзің білесің. Бірақ мен тамақтың дәмді екенін айтып, мынау қазы-қарта жалжая деп айтып жатырмын деймін да. Ол айтады, жоқ, қазы-қарта жалжая мен жемеймін, мен Малайзияда оқып көргенмін, мен ол жақта шөп шаламын жеймін, қазақтың жалжаясы дұрыс емес деп айтса, мен мазақ қылса, мен соны айтпауым керек па?
иә бұны мен анау сіздің ретит кітабыңыздың ашылуы болды тұсаукесері болды нұр-мүбарак университетінің сол кезде бүкіл ғұламалар келеді университеттің ректоры проректоры бәрі келіп сол кезде айтып қалды да и өздеріңіз араңызда осындай әңгімелер болады екен да бірақ ол енді халыққа былай айтқанда мен сізді ғана білемін да айтып жүрген осындай нәрсені бірақ өздеріңіз араңызда әңгіме қылып айтады екенсіз и сол кезде жаңағы бір ғалым кісі келіп мұхиддин сізге ұнайтын жері ол батыл дейді да қорықпай осындай шығып халыққа осы нәрсені айтады дейді да біз оны кітапқа жазып түсіріп қоя саламыз дейді да былай айтпаймыз дейді сол жерде байқап қалдым да сіздің енді ол батыл деп айта алмаймын өзім бірақ әйтеуір айтқым келіп тұрады да бір жақсы жаңалық естісем соны біреулермен бөліскім келіп тұрады да иә мен талай сол ғалымдарға да айтып кезінде Көкілдаштың осындай ақиқаттарын айтамын деп кейбір өзім жақын ғалымдарымда талай тайғақ жегем сен жындысың деген маған бірақ мен енді анализді көріп тұрып оны қалай жасырамын сонда өзің зерттеп ал деймін оған сосын уақыты келеді оларды зерттейді да сен өткен айтқан мәселеңді көрдім иә ол расында сен сол мамандықта жынды екенсің деп айтады да хадисте бар дейді ғой жаңағындай енді сондай хадисте бар да әлгі сырттай ойлап сені жынды демей шынайы мұсылман бола алмайсың дейді да мынаны істеп жүрген ақылға сыймайды ғой дейді да сол сияқты сенің мұсылмандығың мысалға атеист қазаққа қалай көрінеді ақымақтық болады сол сияқты ақымақ тупизм дейді ғой сол сияқты әркім енді ол тупизм екен деп сен намазын аса кетпейсің ғой сол сияқты сен менің ойлағаным саған тупизм көрінуі мүмкін көрінеді екенде мен саған айтпай қоймаймын ғой біздікі айту парыз ал оны істеу істемеу сену сенбеу ол сенің өзіңнің қалауыңдағы нәрсе бір жерге мынаны қабылдама демейміз ғой мен енді 30 жылдан бері жас кезімде атамнан ілім алған басқа алған негізі мен айтып жүрген нәрсем бір көп нәрсені айтып жүрген жоқпын өзі менің айтып жүрген нәрсем қазір жасы 80 келген кісілер болса 90 келген солардың жас кезіндегі аталарының айтып жүрген әңгімесі ғой бұдан 100 жыл бұрын мұндай әңгімелер қазақтың кез келген үйінде әжелердің орысша келіп отырып балдарына айтып отыратын және балдары да оның 5 жасар баласынан жаңағы 40 жасар баласына шейін сеніп отыратын кәдімгідей матуриди ақидасындағы әңгімелер да иә сол атамның әңгімелерін сол сізден естимін ғой бірақ бұл заманда көп мұсылмандар өкінішке қарай материяға қатты жақындап кеткен да санасы фәлсапалық материяға жақын жүрегі радикал болып кеткен сондықтан бұндай нәрсені олар қабылдай алмайды бірақ шынайы мұсылмандықты қабылдағандар бұлардың бәрі оңай түсінеді бұндай түсінбей жүргендер бар бұндай түсінбей жүргендерге қадір түнінде айтсаң түсінеді қойыңызшы ол кезде олар нәпсі басылып ақылы кішкене былай жинап жүрекпен алға шығып отырады сол уақытта да сол кезде түсінеді олар немесе қажылықта жүргенде арафатта айтсаң арафатта минада көп айта алмайсың минада самал дайындайсың сол арафатта сол уақытта айтсаң дұға жасайды сол дұғаның артынан айтсаң сол кезде олар андай сол рамазан келді нәпсі кісенделе ма сол да рамазан айында жоқ адам нәпсі кісенделмейді ғой тек шайтандар ғана кісен онда да шайтандардың бәрі кісенделмейді ол тек адуынды шайтандар ғана кісенделеді мықтылар ғана ма мықтылар ғана қалғандары кәдімгідей әр адамның шайтанның өзінің қасында жүре береді олар қариындар бәсе сол рамазан айында бәріміз сол рухани бір іздейміз ғой бір нәрселер дамып қалсақ рамазанда біреу құран бастап жатады оқуды не істеп жатады рамазанда ондай бір терең мұсылман болып қалатын себебі жаңағы мұсылман болып қалатын одан кейін айнып кетеміз ғой енді бір ай тақуа одан кейін айнып кетеміз ғой оның себебі мынау жаңағы порталдар дедік қой рамазан айында жаңағы намаздың порталдары бар емес пе соны 24 сағат ашып тастайды да үлкен мүмкіндік десеңші иә кәдімгідей аспанның жаңағы порталдары бар хадисте айтқан қалай кәдімгі қақпалар әуәлугу рахма деген содан ғой иә әуәлугу рахма сол жаңағы порталдардың кезең-кезеңімен ашылуы да жаңағыдай да жақындатылуы да сонда 24-7 әуәлугу рахма ғой короче енді дәл сол рахма болмаса ол неге бара алмайды да жаңағы ол екінші қандай еді жаңағы мағфираға бара алмайды да мағфира болу үшін алла тағаланың мейірімі сол кезде түсінеді да
түседі. Алла тағала порталды ашады да жұмақтың есігін ашып қояды да жұмақтың былай айтқан самал желі, таудан самал желі еседі ғой жаздың күндері ше, дәл сол жақта самал желді жерге жіберіп қойды. мағфира онсыз ақ алла тағала не күндері андай хадисте айтады ғой, шілде дейді қазақта. Қыстың шілдесі, жаздың шілдесі. иә Жаздың шілдесі не деген сөз? Жаздың шілдесінде жаңағыдай пайғамбар хадис айтқандай тозақтың есігі ашылады ғой. Сөйтіп соның лебі жаңағы күн арқылы басқа арқылы күн өзі сояқтан алып тұр, тозақтан алып тұр ғой. Жаңағыдай біздің тілмен айтқанда Wi-Fi арқылы алып тұр ғой. Соның есін су арқылы, ортада өзен бар деді ғой, су арқылы теңіз арқылы жіберіп бізге жіберіп, соның бізде шілдеде қатты ыстық болатын содан ғой. Тозақ демалады ғой, лебін шығарады ғой. Сол лебі ғой. Одан кейін қыста шығаратын бар. Ол замхарир. Тозақтың ең ауыр тозақ бар, ол оттан да от емес, не ғой әлгі суық қой. Суық да. Ол суық тозақ оттан да қатты болады да. Өйткені суықта былай істесең қолыңды қыста жабысып қалады қолыңды, күйдіріп жібереді. Гангрен болады, гангрен кесіп тастайды. От десе, оттың несін емдеуге келеді. Бірақ суық күйдірген нәрсені емдеуге келмейді да. Өйткені замхарир да. Замхарир күйдіріп түсіреді да. Замхарир негізі. Сонда қарасаң, материалды түрде бізге тозақтың лебі келіп тұр ғой. Жазда бір рет келіп тұр, 40 күн, қыста бір күн келіп тұр. Ол ақиқат па, ақиқат? Енді осылай тозақтың есігін ашып бізге көрсетіп тұрған алла тағала неге жұмақтың лебін жібермейді да? Өйткені ол рахма ғой. Рахымды ғой. Ораза шілдеге келіп қалса алла тағала жауап тастайды, тозақты жібермейді да. Бір қызығы сондай да. Рахма қылып ананы алып кетеді да. Рахметі басып кетеді. Сол рахма болғаннан кейін ғана біз оразаны сезіне бастаймыз да. Былайша айтқанда алла тағала бізге алдын ала бонус беріп қойып отыр да. Ол бонус бермесе сезіне алмайсың да. Айтатын ғой, адам ешқандай құлшылығымен жәннатқа кіре алмайды, тек Алланың мейірімен ғана деп ше. Сол жұмақ ашылғаннан кейін ол мына жақтағы сана бар, материалды сана ше, тоқтап қалады. Нәпсі әңгіме айта алмай қалады. Үлкен шайтандар жоқ жаңағындай. Енді қасында қарин шайтан бар, ол бір әңгімесін айтады, бірақ ана жақтың жұмақтың тікелей соғып тұрған самал жері емес па, оны сезіп тұрады адам өзі да. Және оны рухы да көріп тұрады да, сен қасында рух көріп тұрады да, рухани әлемнен да. Көріп тұрғаннан кейін саған да мақау көріп тұр ғой, жұмақтың лебі естіп тұр ғой деп айтқаннан кейін сен де тырп етемей, сол бүкіл нәрсені қабылдап жүресің сол уақытта. Сол уақытта аталарының әңгімесін айтса, сен қабылдайсың. Өйткені ол сенің санаң арқылы емес, тіке жүрекке өтеді да. Сөйтіп қабылдап, кәдімгідей сөйтіп мұсылман болып жүресің. Деп жылап сөйтіп жүресің да. Тарауықтан қалмай, тарауықта да басқаша қылып, жаңағындай көріп кет, кейде көресің да, көретіндер де тіпті жаңағы порталдарды көретіндер, жаңағы қақпаның ашылып жауылып жатқан да, жаңағы періштелерді көреді, түсіп жатқан, түсініп жатқан. Оны соткаға да түсіріп жатады. Жоқ, сотка бөлек, ол бөлек әңгіме ғой, ол соткаға түспейді олардың. Енді соның бәрін көреді, сезеді, басқа қылады, рухы көріп тұр ғой енді. Сонымен не керек Рамазан бітеді ғой енді. Бәрі біде ғой. Рамазан бітіп, жаңағыдай былай кәдімгідей аспанның былай несі, порталы былай кәдімгідей жабылады. Кәдімгі қақпа сияқты да. Хадисте бар өйткені, хадисте ашық айтқан да. Сөйтіп жабылып баратқан сен мына жақтан адуын шайтандар да ойнай бастайды. Сондықтан сен соларға деген қарсы тұратын зарядың мықты болса, біразға дейін шыдайсың енді. Біразға дейін сол зарядпен жүресің да. Қажылықтан келген кезде елдің бәрін мысалға күнәһарлар көп екен ғой деп қойып жүресің ғой, жаңағыдай сен сол сияқты жаңағыдай жерде тазарып, ненің жұмақтың самал желі болып тұр ғой. Соны сезгеннен кейін, былай қарағанда жұмақтың өлшемі болып тұр ғой жерде. В общем, сен оянып тұрсың да, жұмақ сезіп тұрсың да, атаңның баяғы сол жақта өмір сүргенін көріп тұрсың. Әлмисақтан заманы, соның бәрі қосылып, әлмисақтың өзі жұмақ сияқты нәрсе ғой. Соның бәрі сезесің еді, сол жерде мойындайсың. Кәдімгі мойындап жүресің. Құдай-ай деп Құдайға сеніп жаңағыдай сөйтіп жүресің да. Құдай қабыл қылады, мейірімді Құдай, мейірімді. Ол жабылады енді, той бітеді енді. Той бітеді, Жебірейіл алейхиссаламның өзі кетеді, көкке көтеріліп, періштелердің бәрі кетеді. Той бітеді ғой былайша айтқанда. Таңертең оянасың да, өзің қағасың ғой. Өзің қағасың, қарин шығады, не болды? Бір ай что-то тап кеттің ғой, что-то. Талмай қалдың ғой біз деп, қарин шайтан айтады. Қарин шайтанның жаңа Wi-Fi-мен адуынды шайтандар несін жібереді, жаңағындай жаңа программаларын жібереді.
қалай аз ұры екен басқа қылатын да жаңағы сенің неңді өлшеп отыр онсыз да қарайын иманың қайша болды не болды соған қандай антивирус олар өзі антивирус алу керек солардың бәрін вирустарын жаңағыдай олар дайындайды басқа қылады да сол кезде аспан жабылып қалады қарайсың сөйтсең түс көргендей дүниеде отыр екенсің да келіп дүние материал нәрсе сөйтсе 30 күн жаңағы ойын 40 күн тойын демекші рухани шенің жүргенің барлығы ол түс екен де оянып кетсем түсім екен деген әңгіме ғой біз реальный өмір сүріп жатырық қой реальный өмір сүруіміз керек біз жұмыс істеуіміз керек ақша табуымыз керек сені ешкім сыйламайды бұл өмірде сен өзіңді өзің мықты бол деген жайлап әңгімеге көше бастаймыз өйтіп ол көп нелердің өйтіп тыңдай берме ол молдалар айта береді ол аталардың әңгімесі оның бәрі сказка әңгіме оның бәрі ертегілер ол дәу дейді анау дейді оның бәрі жай ертегі кім сенеді ол періште жұмақтың есігі ашылып тұр деген кім сенеді құдай кім сенеді ол сонда баяғы кімдердің уағызшылардың не дейді райян деген жұмақтың есігінен кіре алады екенсің деген бәріне сенгенің бар емес соның бәрі далаға қалады соны айтып тұрған уағызшылардың өзі де одан кейін көп сене бермейді өздері сол енді айттық енді сол уақытта енді жастықпен мастықпен айттық райян жәннат деген бір құдай біледі ғой деп сөйтіп былай қарағанда реальный өмірге қайту керек біз мына өмірде өмір сүріп жатырмыз жұмақты бір алла біледі оның қандай екенін ол ғайып нәрсе ғайыпты ешкім біле алмайды ол тек алла тағала біледі алла білдіріп тұр ғой деген нәрсенің бәрін алланың білдірген нәрсесін бәрін сен бүлдіресің да осындай сенбей қаламыз деп енді психологтар енді мен сенбейді деп ойлаймын да өзім жеке ойым именно исламға өйткені ислам туралы айта алсаң олардың шеке басы тырысып кішкене дұрыс емес сияқты қарайды да именно солар соңғы кездері мысалы сізге мысалы дем салуға келіп жүр да психологтар да мысалы өздері ол менің ойымда психолог өз өзін емдеп немесе басқа бір психологқа барып терапияға өту керек та не үшін олар дем салуға келіп жатыр вот түсінбеймін да сізге дем салу дегенде әңгіме былай ғой енді ол психологтар адамдармен не алады ғой жаңағы әртүрлі адамдар келеді да ол адам келсе ден саудан келмейді ғой рухани аурулар келеді рухани ауру қарыз не ол психологтар ол сенің санаңды былай қарағанда установкаңды жөндеумен айналысатындар бірақ олар сенің жүрегіңді рухыңды жөндейтін адамдар емес қой олар саған техника береді деп ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің дегенді ұяда көрген нәрсеңді ауыстырып бере алады басқа бір жаңағы немен да установкамен травмаларын да басқаларын сол санадағы бірақ жүрегіңді ауыстыра алмайды олар жүрек деген нәрселерді рух әлемін рухани тілі енді бұларға әртүрлі осындай ауру адамдар келмейді ме оның бәрі установкасы ғана емес қой оның бәрі травмасы емес қой оларға жын кіріп кеткендер ғой жаңағыдай жын шайтан кіріп кеткендер ғой болмаса сиқыр болғандар бар болмаса сиқыр жын емес жаңағыдай рухани әлемде миллиондаған нәрсе бар ғой миллиондаған тіршілік бар ғой солар келіп жабысады мысалға арқаңа келіп бір крокодил жабысып қалады рухани әлемнің несі сенің рухыңа жабысып қалады да немесе сенің рухыңды бір өрмекші алып сол жақтың сен тілмен айтқан аватарский жаңағы әлемде параллельден рухани кванттық физикалық әлемде бір өрмекші өмір сүріп жатқан өрмекші сен рухыңды байлап тастайды мысалға ол жынның қатысы жоқ оған жын өзімен жүр анау соның жаңағы территориясы өткеннен кейін басқадан кейін мысалға сенің рухыңды алады да байлап тастайды мысалға сонда сол енді ол енді сөйтіп анау жыны бар немесе әртүрлі аватарлары бар адамдармен айналысқаннан кейін оны өзіне қарай тартып алады ғой оған да жоқ кетеміз сонда сөйлессе де өзі жоқ болды жоқ қандай болды өйткені өзі портал ашып тұр ғой иә олар трансқа кіргізеді ғой психолог трансқа кіргізу арқылы кіргізгенде өзі соның несін алады ғой оны өзіне қарай өзінің рухына тартып алады он тұрма онсыз да өткенде өзіміздің мына жігіт шәкіртім өзі жаңағы біреуге дем саламын деп өзі ауырып қалған жоқ па еді өзі университет Нұрбақтың баласы ақидасы мықты анауысы мықты құдай ау айында ұрып тұр бірақ дем салам деп анау жазылып кеткен бұл ауырып қалған молда ауырып қалып тұр да неге өйткені несі жоқ та жаңағы ижазасы жоқ ол дем салу үшін оның ижазасы яғни нотариальный оның рұқсаты болу керек та батасы қазақшада оның бата алу керек дейді ол бөлек ілім енді бөлек ілім да
Ол бөлек ілімді алмағаннан кейін ол психолог онсыз да оны білмейді, оны ол ақида не екенін білмейді. Ол ана трансқа кіргіземін деп ананың бүкіл нәрсесін бәрін өзіне алып алмай ма. Сөйтеді де сонда психологтарда бүгінде мен қарап жүрмін, көбісі әйелдер таза өздері шайтанға айналып кеткен ғой. Дүние әңгімені айтып жүргендер де бар да, бірақ кәдімгі таза адамның жаңағы ғұламалар айтады, адамда шайтан болады дейді, жаңағыдай. Кәдімгі адам шайтанға айналып кеткен да. Подписчиктері де көп, 1 миллион 2 миллион мысалы да, бірақ шайтанға. Оның подписчиктерден жазылып онлайн көргендердің өздерімен көрдім, ауырып қалған да, сиқырланып қалған, намазын тастап кеткен жаңағыдай. Сондай бір намаз оқыған сияқты көрінеді, бірақ намаз оқымайды. В общем, сенімдердің оған жолап кеткендердің өзі сенімдер солай болған да. Енді сондықтан сондай психологтар болған екен, енді ол да пенде ғой, осы енді қашан жүреді, ол байлап қалып. Оны өрмекші байлап тастаған рухын. Өзінің нелері жарамайды, техникалары. Жаңа өзің айтқандай Джон Спенсерлер. Және олардың өздері де солармен арқылы адам тартады олар. Джон Спенсерлердің өткен бір барып кетіп, сөйтіп сол кәдімдей шамадар сияқты жын шақырып, сөйтіп жын салып сондай жасап отқандарын көргенде бесіп кеткен ғой қазақтар бар. Иә. Сонда сөйтіп енді ол не істейді енді? Ол өзі установканың қандай травма деген момент шешілмейді ғой. Ол травма қайдағы травма? Жас кезінде сен өйткені ол мен сенің рухыңды өрмекші байлап тастаған ол. Ол молдаға барады. Молда оны жаңа кейбір молдалар қылқындырады оны. Жын деп жаңа сөйлес деп. Ол жын ба жын емес, бір құдай біледі. Сөйтіп жаңа мұсылман болдың ба деп деседі, ол мұсылман болса майды, ақма емес ол да. Ол жындардың да өзінің өмірі бар ғой. Оның да өзінің біздің тілмен айтқандықта азаматтық деген сияқты олардың өзінің құқықтары бар ғой. Олардың құқықтарын шайнай алмайды. Алланың әділдігі бар ғой. Жай әшейін торғайдың өзін жаңа өлтіруге болмайды деді ғой. Сондықтан оларды өртеуге басқа қылуға болмайды. Сондай соларға барады. Ол бұл психологты қинап жаңағындай ішінде жын бар басқа деп оқыған болады, шығарған болады. Онымен ол кете қоймайды ғой, өйткені рухын байлап тастаған ғой. Жаңа өрмекші байлап тастаған деген әңгіме болды ғой. Дәу өрмекші. Солардың түсінгендері сонда сізге келеді ғой да. Адам молданың өзі де соны өзі көрмейді ғой. Олардың көретіндері бар, жаңа бір адам шәкіртіне жын сап қойып, соның көзімен қарайтын бар. Ол да бір құдай біледі да, не істеп жатқан. Бұл нәрсе емес қой, жаңа ойнайтын нәрсе емес қой. Рухани әлем ойнайтын нәрсе емес қой. Сондықтан атақты психологтар ең соңында асыл өлген. Иә. Менен қарап сен жақсы білесің. Дейл Карнеги деген. Иә. Психологтың атасы дейді. Өйткені портал ашып берген да. Ол жақтың өзінің заңдылығы бар да. Бойсың шығарады ғой айтқанда бар. Соның мәшһүр кітаптарында басқа сол заңдылықтарын айтады сол. Ол заңдылықтар мындай, ол заңдылықтар мындай дейді. Сол яғни тоже психолог бар, Джон Грей деген. Отбасы жайында кітап жазған да. Әйелмен ажырасып кеткен да. Бірақ енді женский психологтың күшті жазып берген енді. Иә, ол да сол өйткені отбасының бәрі ол руханиятпен байланысты тұр да. Ол жақтың өлшемі мүлдем басқаша да. Мүлдем басқа әлем. Аватар киносында кеше соны суреттеуге тырысқан олар жаңағындай. Бірақ ол жерде бірақ нелерді көп араластырып жүрген да. Сол кинодан жаңағы ауырып қалып сізге келген еді. Дем салып соны айтып беріңізші, қалай болды сол? Біреуге дем салып жүрген. Кинодан да жын жұқтырып алған. Біреуге дем салып жүрген ғой жаңағыдай. Дем салғанда маған звондады, оқып берейін. Мен офлайн өйтіп оқымаймын деді мен. Офлайн болса консультацияға кел, сөйлесейік. Былайша оқып берейін деп. Сонымен телефон оқып беріп жүріп, бір күн оқысам, оқи алмаймын ғой. Енді оқып отырмын да, бірақ жаңағы оқытқызбайды деп бір нәрсе оқыттым. Мен енді бір жынды көріп жүрген адам емеспін ғой мен. Қақпада шариғатты адам, пәлен білмеймін. Сонымен оқи алмаймын, есіне беремін, басқа зорға оқыдым да. Сосын айттым, сен қайға барып кел дедім. Сен бұндай дем салып отқан уақытқан күндері, жаңағы сен порталдарың рухани ашық болады. Жаңағы бір тойға бір нәрсеге барған жоқсың ба дедім, жаңағы арақ қойған бір бөле бар жаңағы. Сөзім жоқ, тойға барған жоқпын деді. Ешқайда барған жоқпын. Қайда бардың десем, жоқ, ешқайда барған жоқпын. Жоқ, шынымды айтса, айтшы қаяқта болдың десе десем, жоқ, не бар, жаңағы аватарды киносын көрдім дейді. Жұмақ туралы айтты деген дейді. Сөйтсем, ол аватардың мен көрмей жатып сол жерде байқадым, ол сол кәдімгі жаңағы Гарри Поттер сияқты жындардың әлемін таныстырған. Сол жаңағы кванттық физикалық әлемді таныстырған кино екен да. Ол жақта бұл портал ашық болған екен, әжеде өзінің бүкіл сайтандардың. Енді ол әлемде жақсы нәрселер де көп. Жаңағыдай да, әдемі нәрсе де көп та.
көбелек сияқты басқа сияқты, бірақ періште сияқты. Бұл бірақ өзінің несін бүкіл нелер мусорларын жинап келген да. Тағы бір қазақша кино шықты ғой, тоже ужастик та, андай қорқынышты фильм. Сол дәстүр деген ба? Иә. Сол жерде де тиктокқа салып жатты да, адамдар айқайлап, жынданып, жүгіріп кеткен сияқты бір. Иә, ол ана киноны көрген кезде ана ар жақта анау жын не алды ғой, сол кезде ішінде жыны барлар шöyle қосып кеткен да. Сөйтіп кино арқылы да беріле бере ма? Беріледі ғой, беріледі. Ол кино деген онлайн офлайн без разницы ол дейсіз. кино, интернет, жаңағы алгоритмдер бар емес пе? Бәрі мынау рухани әлемніңге қатысты нәрселер ғой. Қысқаша айтқанда біз дүниеде өмір сүріп жатырмыз ғой. Сәл тұмаураттың болды, рухани әлемге жақындайсың ғой. Одан тағы ауырып қалдың, рухани әлемге жақын. Сөйтіп жақындай бересің. Ең соңында қатты ауырған кезде қабір әлемі көріне бастайды осы. Құдай еске түссе дейші. Сөйтіп Құдай еңсен сөйтті. Құдай, осыдан құтқарсаң мешіт салам дейсің да. Намаз бастаймын. Намаз бастаймын, мешіт салам, кейін мешіт жоқ, намазда жоқ, жайың кетесің да. Кинодағы нелер ғой, кіріп кетуі мүмкін. Сол алгоритмнің өзі сондықтан Ал-Хорезмидің алғаны ғой кезінде. Ал-Хорезмидің жасаған рақамдар ғой, жаңағы асқақ қақыптағы рақам бар емес па? Сол рақамдар ғой. Алгоритм ше? Иә. Сандар емес пе? Сандар. Сол сандардың өзінде рухани әлемнен алып отыр ғой. Рухани әлемнен алып отыр. Сол сандар арқылы болғаннан кейін сенің техникаң мықты дамып, дүниең мықты дамып отыр ғой. Яғни алгоритм мықты болған сайын, алгоритм өзі жаңағы кванттық физика әлемдегі да. Соған жақындаған сайын сенің мына жақта материяң мықты бола береді ғой. Мысалы Илон Маск ол аутизммен ауырады дейді ғой. Иә, аутизм. Сондықтан Facebook несі дальтоник. Сонда білесіз, сондай сол ауырған үшін ол рухани әлемге ғашық болады олар. Ғашық болады да, өздері де соған ғашық болады. Сол әлемге сені жақындатқысы келеді адамдар. Сондықтан ол неге жаңағы Марс қошам деп отырған сол. Негізі Марс қошам деп Марстың материалды әлемін айтып тұрған жоқ ол. Ол рухани әлемге ұшырмақшы да, адамдарды рухани әлемге алып барамын дейді. Яғни мына жер материясынан алып кетемін дейді да. Негізгі түпкі мақсаты рухани әлемде адамзатқа көрсетпекші да, жаңағы өзі соны көріп тұрған, сондай қызығушылығы сол да, оның бар қызығушылығы сол да. Аутизм деген шығу ғой. Сол психосоматологтар айтады да, аутизм өзінің әлемінде өмір сүріп жатыр дейді да. Әлемнен шығып кеткен, өзінің әлемі бар. Сол аут деген шығу деген сөз. Сол өзінің әлем деген сол ғой. Аутизмде отырғаны оның рухы бар емес пе? Оның рухы мынау тәнімен көп байланыста бола алмайды да. Былай қарағанда оның жаңағы өрмекші байлап қойды деген әңгіме ғой. Сондықтан ол аутизм емдейтін болсаң, былайша емдейтіндер бар, жаңағы онда да Алла тағала дұғасын қабыл қылып ем жазылып кетеді ғой. Бірақ мен түсінгенім, оны жаңағы өрмекшіден бірінші құтқару керек та. Дем салып. Өмірде көптеген мысалдар көп, жаңағыдай қазақта айтады, құр сүлдері қапты, өз-өзінде емес, әйтеуір жүр құр сүлдері. Мен айға қараймын, ай маған қарайды, айда біреу отыр деп жаңағыдай романда айтқандай. Сөйтіп жүретіндер бар да. Солардың рухтары сол байланып қалады. Ол аутизм емес, ол бірақ байланып қалады тек қана. Соны қарасаң, жаңағы рухани әлемге, сол байлап саған, әйтеуір. Иә, анау байлап саған, иә, өрмекші байлап саған, иә. Сол жақтан жаңағы жын-жыбырлар байлап саған, әйтеуір біреулер байланып қалған да. Одан тек сол Құран ғана ғой. Құранды Алла тағала сол үшін түсіріп отыр ғой. Оның бәрі бұл жерде Алла тағала өзінің асма-и хұснасының аясында көрінуі ғой. Соны Алла тағала мейірімінің көрінуі да бұның бәрінде. Бұның бәрінде Алла тағала мейірімінің көрінуі да. Сол мейірімін қабылдамағаннан кейін адамдар осындай нелерге түсіп қалады да. Ал егер Алла тағала мейірімін қабылдап оған шынайы сенсе, ол түспеуші еді. Ондай нәрсеге түспеуші еді. Оған нелер де жақындамайды да. Пәлекеттер де жақындамайды да. Сондықтан аутизмді оның несін мен түсінгенім жаңағыдай, сол оның рухын алдымен шығарып алу керек та. Шығарып, өткен біреуді не алдық, сонда біреудің қызы сонда делі құлы болып қалған жаңағыдай. Сол шәкіртім түс көреді жаңағы. Не көрдің десем, көптің есіктері бар дейді да. Қара деймін. Есіктердің біреуінен ашылды да, қызының рухы шықты дейді да. Кішкентай қыз ғой. 5 жасар ма? Сөйтіп келіп, жаңағыдай әкесінің қолында ұстап отқан тәніне қосылды да. Сосын жаңағыдай мен кейін қараймын жаңағыдай. Сол кезде жаңағы қыздың жүзіне бір нұрға не алды. Ажарлана бастады да. Сөйтіп ол өзіне келіп, кәдімгі жаңағы папа дей ме, көке дей ме, әке дей ме сөйтіп.
кәдімгідей оянып алсады да. денсаулығың күшті болып қалады, ана энергияң тасып, Иә, төбесіңге сол күшті болып кетеді, энергия тасып кетеді. иә, кеше бір консультация келгенде де сол ғой жаңағындай. Консультация келгенде әрине ол қолыңды ұстап тұрып оқитын болсаң, қолыңды ұстап, онда эффект басқаша болады да, тезірек болады да. Кеше біреуіне сөйтіп оқыдық қой жаңағындай, қолын басына қойып оқытып, сосын біреуінің басына қойып оқысам әсер еткен, біреуінің саусағын қойып olsам әсер еткен да жаңағындай да. Сол не болса мынандай әсер етеді да. Сөйтіп оянған да жаңағындай да. Айтпақшы болса, осы жерде дем салудың әдебін айтып жүрсіз. Мысалы, дем салғанда көздеріңді жұмып отырыңдар дейсіз. Соның әдептері қалай болады? Дем салған былай ғой енді. Дем салған уақытта Құранның аяттары бар да. Дұрыс па? Шипа дейді ғой. Соның шипа аяттарының періштелері болады да. Сол періштелері сені келіп, жаңағындай травмаларың дейміз, олар емдей бастайды да. Сол уақытта сен сот көре басқа отырсаң, олар ренжиді да. Емдемей қойды да. Өйткені сен ықылас жоқ да. Құдайға деген ықыласың жоқ да. Яғни Алланың аяттарына немқұрайлы қарап тұрсың да. Сондықтан олар саған дем салмайды да, қарамайды да. Ол қанша оқысаң да пайда жоқ та. Сондықтан ол жерде кәдімгідей назар салып, шипаны Алла береді деп тұтастай Аллаға бұрылу керек та, молдаға емес та. Молдаға бұрылып кетсе, тағы пайда жоқ та. Қанша оқысаң да пайда жоқ та. Өтпейді қарасаң, ол молдадан көрген да. 10 молдаға бардым, саған келсем саған да енді 12-шіне баратын дейді да. Өйткені молдаға емес, Аллаға бару керек та. Ең бастысы. Әдептері осылай да. Қанша әдебі бар деген ғой, бізге түсінікті. Әдеп түрі қойды оның. Қандай деп сол жаңа. Мысалы, біріншісі жаңа айттыңыз, Аллаға сену дедіңіз, молдаға емес. Ең бірінші молдаға емес, Аллаға бұрылу ғой. Ниетті түсу да. Шифа Алла береді. Шифа Алла береді. Молда емес. Иә, молда емес та. Сосын молда оқытқан уақытта енді осыны Алла Тағала маған себеп қылады, Алла маған шипасын береді деп, сол сену керек та. Сонда сену. Осыдан жазылып кетемін, Алла қаласа. Назар сал. Тұтастай сену керек та. Одан кейін көзін жұмып, өз іштей Алладан дұға тілеп отыру керек та. Сіз айтасыз ғой, көзін жұмып отқан кезде уже жазылып кеткеніңді елестетіп отыр деп ше? Сол ма сонда? Иә, ол сенімге қатысты нәрселер ғой енді. Сенім, Алла маған шипасын береді, яғни осы маған себепкар болды, иншалла мен жазыламын деп. Сеніп, бұл жазылып кеткендей болып тұру керек та. Жазылып кеттім деп сену керек та. Сол кезде сол адамға сенім әкеледі да. Бұл тек ауру ғана емес ол. Сол жерде да. Басқа да проблемалар болса, сол жерде сол дем арқылы, періштелердің жұмыс істеу арқылы, жаңағындай емдеу арқылы басқа проблемаларды шешуге болады да. Иә, иншалла. Біздің де негізі уақытымыз болып қалыпты. Рахмет сізге. Жалпы біз енді сізден жас тұрғысынан да, дәреже тұрғысынан да, абыройдан бәрібір төменбіз да. Рахмет, біздің сөзімізді тыңдап жастарды именно бізге керек. Енді бұл сұрақтар былай айтқанда сіз үшін өте банальды, қарапайым, андай сұрақтар болуы мүмкін, бірақ бізге бұл кәдімгі керек сұрақтар, біз білмейміз андай нәрселерді. Енді ғалым ретінде бәрібір бұл ақымақтың сұрағы сияқты көрінуі мүмкін, надан адамның сұрағы сияқты, бірақ біз реально бұл нәрсені білмейміз да. Әдептерін білмейміз. Біз қанша мысалы универде оқысақ та біз білмеймін не оқығанымыз, бірақ сондай нәрсе білмей жатамыз да. Рахмет, үлкен басыңызды кішірейтіп. Саған рахмет. Енді бәрің әртүрлі ғой. Сенсе ақиқат дейміз, сенбесе кино ғой дейміз да. Рахмет сізге келгеніңізге, бізді сыйлап. Мен кей кезде ұяламын сіз андай мысалы келгеніңізде күттіртіп қоям, өзім кешігіп қалам, андай күтесіге андай ұяламын да сол нәрседен. Үлкен кісіні осындай күттіріп қойғаныма жерде өзім шақырамын сізді мысалы түсірейікші деп ше. Сол айым болса кешірім сұраймын. Сендерге рахмет, Алла разы болсын. Осылай әйтеуір халыққа әйтеуір бір пайдасы тисін деп жасап жатқан қызметтерің Алла берекесін берсін, абырой берсін. Аллаху акбар. Раббана атина хасана, Аллахумма инна зикрик ва шукрук. Аллах. Рахмет.